Ассалаумағалейкум, балықшылар, аңшылар, амансыздар ма? Бүгін таза жүгіртуге шықтым. Жүгіртуге шыққанда шамал серуендетіп, далаға шықпағалы көп болды. Негізі шамал даланы көріп қайтайын деп, шамал жүгірттім, бір 10 шақты шақырымдай қармақ ала сағам. Қазір балық аулап көрем. Сағат 7 болды. 7-нің кезі 6-да шыққам. 5:30-6-да шықтым. Таз жүгірттім. Өзен жағасына кеменді. Қазір қармақ салып көрем. Алла қаласа бір тем алып. 4 күн бұрын жаңбыр жауған. Мүмкін саңырауқұлақ болып қалуы мүмкін. Қараймыз қазір. Қазір таңертең бірінші балық аулап көрейін, одан кейін саңырауқұлақ іздейміз. Сол балық түссе, балық пісіріп, үйге бір дем алып қайтамыз. Мында шамал суға жібітіп қоям. Қазір сосын лақтырып, кішкентай балықтар толып жүр мұнда. Құртқа аулайым. Тазылар жақсылап дем алып басын. Бұлайда жүгіріп жүр бұлар. Ал, бисмилля. Бірден батырды. Мынандай кішірек шабақ. Бірден батырып жатыр. Осы майларды саңырауқұлақ болу керек, жоқ. Мынау аласы ұрып тұр. Білмеймін.
Қоян қоқысы кеп тұр. Қоян маусымы ашылған жоқ десем сенбейді. Жәлен аяқ жүрмін. Анау жаққа шешіп кеткем аяқ киіммен шалбарымды. Тамаша. Мына жерлер мұздай екен, кейбір жерлерінде бұлақ бар ау деймін. Шамасы. Кейбір жер жылы, кейбір жер мұздай. Былтыр бір Саңырауқұлақтың уақытына тура түскен мынандай жерлердің барлығында кәдімгідей Саңырауқұлақ деген көп тұғын. Содан пісіргенбіз былтыр. Солай. Тағы да сіздерге көрсетем бе деп едім. Қалай пісіретін Саңырауқұлақтың қай түрі бар екен біздің жақта. Қай түрін жеуге болатынын көрсетейін деп едім. Өткенде бір рет келіп қарап кеттім, жоқ. Бүгін тағы да қазір басқа жерлерді қарап көрем. Болмаса енді тағы да әлі мезгілі келген жоқ па, ұмытып қалдым қай уақытта келгенімді. Бірақ негізі жаңбырдан кейін болу керек тұғын. Әр Саңырауқұлақтың өзінің шығатын мезгілі бар ғой. Керемет көрініс, е? Тамаша. Су салқын ғой. Қармақтар тұра берсін. Бір жүріп байтайық шамалы. Саңырауқұлақ іздеп, серуендеп, жаяу. Шегірткеге көрейік.
О. Әдем. Тамаша мынау. Нағыз отқа қуыруға қазір. Так, мына пиваның несіне қазір. Осыған балық пісіреміз. Так, біздің аулаған балықтарымыз мыналар. Ашуым пісіреміз қазір. Бисмилля. Бергіл. Ой, бұл кетті. Астында жатыр жарайды. Бұйырмаған. Тағы бір балық алайық. Тұзбен бұрышты қосып жібереміз болды. Мынандай салдық. Енді әдемілеп бүктеу керек. Бұл фольга есебінде ғой. Құйрығы шығып тұр, былай қарай салып жүрейік. Болды, дайын болды. Отқа тастай саламыз қазір. Көп емес бірақ. Күйіп кетуі мүмкін көп болса.
Ал. Доза сіңе тұрсын. Оған дейін. Жетік бала дос. Ал. Күлі жанып болды. Мынаның ортасына ақырын ғана тыстай саламыз. Жеткілікті осы да. Ой. Су шыға бастады бірден. Бұл фольга есебінде ғой. Ой. Жеткілікті. 5 минут ұстасақ болды. Оған дейін балық аулай тұрайық біз. Ашық бөрек. Піскен шығар. Ой. Тамаша. Жобамен бір 5 минуттай сондай ұстадым. Бисмилля деп тамақтанып алайық, сосын үйге қайтамыз. Ыстығы. Қараңыздар, езіліп тұр кәдімгідей. Тамаша опты. Сұмдық тәтті өпті.
Керемет бопты. Жасап көріңіздер. Миына дейін жеп қойдық. Нан қосып жеген жоқпын. Наным қалып қойды ғой. Тәтті топта негізі 3-4 балық сап жерім керек еді. Міне балық ауласаңыздар осылай қуыруға болады. Пиваныкі көлдің жағасынан тауып алдым. Өзен жағасында. Мынандай қоқысты кез келген жерден табу оңай деп ойлаймын. Дұрыстап шайып алсаңыздар болды. Дұрыстап тұрып. Ой, тамаша. Міне бүгінгі біздің кішігірім аулаған балығымыз. Кішірек балықтар. Сосын мынандай. Бұларды пісірген жоқпын, бұны үйге бір қасын пісіре салам. Өйткені бұл жаңа турап пісіру керек, бұны пісіретін болсақ, пиваның несіне бұл үлкен болып кетеді. Саңырауқұлақ болмады бүгін. Саңырауқұлақ терім келіп еді. Алла қаласа көрсететін болам. Міндетті түрде ертең жаңбыр жауып тағы да саңырауқұлақ өсетін болса, міндетті түрде көрсетем. Сондықтан каналға тіркеліп қойыңыздар, тіркелмегендеріңіз. Ал, ассаламу алейкум, мен суға түсем.